Осындай дәмді баклажанмен тамақ жасаймыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, қуырып аламыз. Үстіне жуамызды салып қуырамыз. Сәбізімізді саламыз. Қызанақ, баклажан, кабачогымызды, перецтерімізді салып, барлығын бір келкі етіп араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка салып, барлығын араластырамыз. Мен үстіне осындай укроп саламын. Және бір бас чесногымызды салып, араластырамыз. Соусымызды құямыз. Кішкене су құйып, араластырып, бетін жауып 1 сағатқа қоямыз. Міне осындай дәмді тағамымыз дайын. Үйдегілерім сүйсініп жеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.